Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше банкада дайындалатын қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Банкамыз жарылып кетпей, өте дәмді болып пісуінің барлық техникасын айтатын боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге свежий жас малдың еті керек болады. Қасына осындай етімізді салатын банкілерімізді де жуып дайындап аламыз. Өзіме де қызық болып отыр. Банкіде бұрын жасап көрген жоқпын. Бірінші рет жасайын деп тұрмын. Сондықтан қызықтан құр қалмаңыздар. Етіміздің барлығын майдалап турап аламыз да, бөлек ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, банкімізге орналастыратын боламыз. Ең бірінші ерекшелігі, ешқандай да су құйылмайды. Мінекей барлығын турап, ыдысымызға салып алдық. Енді дәміне қарай тұзы мен бұрышын саламын. Енді жақсылап араластырамыз. Өзінің суы шығып, керемет болып шығады екен. Тағамдарды әртүрлі әдіспен жасағанды ұнатамын. Сондықтан да бүгін банкіде жасалатын тағамның дәмін көретін боламыз. Кемінде пеште 1 сағат тұру керек. Сондықтан да етіміз тез пісетін жас малдың еті болуы керек. Кәрі түйенің етін салып қойып, піспеді деп ренжіп жатпаңыздар. Көз мөлшермен 4 банкіге сияды деп ойлаған, бірақ 3-еуіне ғана салдым. Енді крышкаларын барлығын жауып шығамыз. Банкамыздың крышкасы болмаса, фольгамен де жауып қоюға болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоюға болмайды. Қуырдақтарымызды салып алғаннан кейін қосатын боламын. Енді градусын қосатын кезде 1 сағат уақытымызға апарып аламыз. Енді астыңғы минутын, градусын 150-ге қоямын. 10 минут өткеннен кейін ғана 160-ға көтеріп қоямыз. Мінекей қараңыздар, біздің қуырдақтарымыз дайын болды. 1 сағатта пісіп шықты. Піскеннен кейін ескерте кететін жағдай, бірден пештен алып алмаңыздар. Пешті сөндіргеннен кейін 10-15 минуттан кейін алсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Банкімізге ешқандай зақым келмеген. Сондықтан да дәл осы менің рецептіммен қорықпай жасай беруге болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!